Сәлеметсіздер ме, студенттер? Мен Жамбыл жоғары медициналық колледжінің анатомия және физиология пәнінің оқытушысы Таңат Көзат Берікбайқызы. Жүрек қан тамыр жүйесі – кардиоваскулярлық жүйе. Организмдегі қан айналымын қамтамасыз ететін негізгі жүйе. Ол ағзаның барлық мүшелеріне оттегі мен қоректік заттарды жеткізіп, қалдық заттарды шығарады. Жүйе жүрек, қан тамырлары және қаннан тұрады. Бұл жүйенің дұрыс қызметі адамның өмір сүруіне тікелей байланысты. Жүректің анатомиясы. Құрылымы. Жүрек бұлшықетті мүше болып табылады, және ол кеуде қуысының ортасында, өкпе арасында орналасқан. Орташа көлемі шамамен адамның жұдырығындай. Жүрек 4 қуыстан тұрады. Жоғарғы қуыстар, атриумдар, оң және сол. Қанның жүрекке келетін бөлігі. Төменгі қуыстар, қарыншалар, оң және сол. Қанды артериялар арқылы шығаратын бөлігі. Жүрек қабықтары. Жүрек 3 қабықпен қапталған. Эпикард – жүректің сыртқы қабаты, жүректі қорғайды. Миокард – жүректің бұлшықет қабаты, жиырылы мен босаңсу арқылы қан айдайды. Эндокард – ішкі қабат, қуыстар мен клапандарды жабады. Жүрек клапандары. Жүректегі клапандар қанның кері ағуын болдырмайды. Атриовентрикулярлық клапандар. Сол жақ митралды 2 жақтаулы клапан. Оң жақ трикуспидальды 3 жақтаулы клапан. Семилюнарлық клапандар. Аорта клапаны және өкпе артериясының клапаны. Қан тамырларының анатомиясы. Артериялар жүректен оттегіге бай қан тасымалдайды. Олар қалың қабырғалы, серпінді болып келеді. Негізгі артериялар. Аорта, өкпе артериясы. Веналар. Оттегі аз қанды жүрекке қайтарады. Қабырғасы жұқа, клапандар арқылы қанның кері ағуына кедергі келтірмейді. Капиллярлар. Ең ұсақ қан тамырлары. Олар арқылы газдар мен қоректік заттар алмасады. Капиллярлардың қабырғасы бір жасушадан тұрады. Бұл зат алмасуға қолайлы. Қанның құрамы және қызметі. Қан – бұл өмірлік сұйықтық. Ол мынандай элементтерден тұрады. Эритроциттер оттегін тасымалдайды. Лейкоциттер иммундық қорғаныс қызметін атқарады. Тромбоциттер қанның ұюын қамтамасыз етеді. Плазма – су, қоректік заттар, гормондар мен қалдық заттарды тасымалдайды. Қанның қызметтері. Газ алмасу, оттегін жеткізу, көмейнер қышқыл газын шығару. Қоректік заттар мен гормондарды тасымалдау. Иммундық қорғаныс. Терморегуляция. Дене температурасын тұрақтандыру, немесе бұл процесті гомеостаз жүзеге асырады. Жүрек қан тамыр жүйесінің физиологиясы. Жүректің жұмыс циклі деп, жүректің 2 негізгі фазада жұмыс істеуін айтады. Оған систола, қарыншалардың жиырылуы және қан артерияларға шығарылуы, және диастола, қарыншалардың босаңсуы, қанды атриумдардан алуы жатады. Қан айналымының түрлері. Үлкен, системалық, қан айналым шеңбері. Сол жақ жүректен басталып, дененің барлық мүшелеріне оттегіге бай қанды жеткізеді. Кіші, өкпелік қан айналым шеңбері. Оң жақ жүректен басталып, өкпеге оттегі аз қанды жеткізеді. Өкпеде газ алмасу арқылы оттегімен байиды. Жүректің электрлік белсенділігі. Жүрек өздігінен жиырылатын автоматты бұлшықет. Синоатриалды түйін жүректің табиғи қоздырғышы. Ол импульс шығарып, жүрек ырғақтарын реттейді. Жүрек қан-тамыр жүйесін бақылау. Жүйе бірнеше механизм арқылы реттеледі. Бірінші, нерв жүйесі арқылы. Симпатикалық жүйе жүрек соғуын тездетеді. Парасимпатикалық баяулатады. Екінші, гормондық бақылау арқылы. Адреналин жүректі белсендірсе, натрий уретикалық гормон қан қысымын төмендетеді. Сонымен қатар,
қан қысымы мен қан көлемі барорецепторлар арқылы реттеледі. Сонымен, жүрек қан тамыр жүйесі бұл организмнің өмірлік маңызды жүйесі. Оның анатомиясын және физиологиясын түсіну, адам денсаулығын сақтау, жүрек ауруларын алдын алу үшін қажет. Жүйенің дұрыс жұмысы дененің барлық мүшелерінің қызметін қамтамасыз етеді және өміріміздің үздіксіз ағымын қолдайды.